Алло, Ғалеке? Пап? Ассалаумағалейкум. Алейкумассалам. Мұнда бір гай ұстап қалған еді. Сөйлесе аласыз ба? Гай деймін. Газ, бір минут. Алло, Ғалеке. Қапына өшпейтін кезде өшіп. Жол патрульдік полициясы, аға лейтенант Жаныбек. Құжаттарыңыз. Ассалаумағалейкум. Уалейкумассалам. Брат, асықса едім, ренжімесең, жібере салшы. Сен неге осы өмірі асқасында жүресің? Түсінбедім. Түсінбейтін несі бар? Үнемі асқасында жүресің? Біз таныспедік. Танымадың ба мені? Таныдым, брат. Өзіміз екенсің ғой, жүре берейін. Білесің ба? Осы аптада мен сені 3-ші рет ұстап тұрмын. Түсініп тұрмын, ренжімеңіз, жүре берейінші. Жүре бермейсіз. Құжаттарыңызды беріңіз, тіркейміз. Құжат болғанда полковник Мамыровтың інісімін ғой. Қайтейін інісі болсаң? Бізде полковниктің інісіне деген заң жоқ. Заң ортақ бәрімізге. Жо, брат, білесің ғой, бірақ звонок тема шешілетін. Ұялмайсың ба? Қайта-қайта звондауға көкеңе? Енді звонок қызбай қойсай. Көп сөзді қойыңыз, құжаттарды әкеліңіз. Жарайды. Так. Аға, бәрі түгел онда, нормально. Жүре берейші, өтініш. Қазір. Асықпаңыз. Протокол толтырамыз? Толтырғанда... Көліктен түсіңіз. Аға. Жүріңіз. Ағас. Командир. Қоя тұршы, командир. Кеш сөйлесейікші, бауырым. Ағас, осы жерде шеше салайық тірлікті. Нені? Бауырым, бұндай әңгімеңді басқа жерге барып айтасың. Түсіндің ба? Отыр көлікке. Аға. Отыр. Не кеттіз? Так. Аға, айттымын. Бір жола кешірш, енді қатты жүрмеймін. Сен кеше ғана айтып едің ғой маған, қатты жүрмеймін деп. Әлде сөзіңде тұра алмайсың ба? Сөзімде тұра алам. Тұрсаң жүрмейсің ба? Жүремін ғой, братан. Жазбай-ақ қойшы протоколды. Сен өзің ойлаш, осылай қатты жүрген кезде біреу-міреу соғып кетсең не болады? Ой, брат, Құдай сақтасын ондайды. Құдай сақтансаң сақтайды. Аға, шынымды айтсам, көліктің ішінде балам отыр еді. Мектепке жарысқа бару керек еді. Тренерлер звондап жатыр, міне соткам өшіп айтайын десем. Балаң бар ма? Иә? Жақсы ма балаң болғаны? Әрине жақсы, қызық сұрай екен. Нешеде балаң? 6-та. 6-та ма? Иә. Менің де балам тірі болғанда биыл 6-ға толар еді. Түсінбедім. Түсінбейтін несі бар. Сен сияқты біреу қатты келе жатып баламды машинамен қағып кеткен. Осыдан 1 жыл бұрын. Көз алдында ойнақтап жүрген баламнан айырылып қалдым. Бауыр еті балаңнан айырылған қандай қиын, түсінесің бе? Түсінем ғой аға, түсінем. Түсінесің, е? Оны басынан өткен адам ғана түсінеді. Содан аңырап қалдық. Сол менің баламның онда сенің балаңда болуы мүмкін еді ғой. Пап! Саған айтып отырмын. Естіп отырсың ба? Иә. Түсіндің ғой мені? Түсінім. Түсінсең солай. Соңғы рет ескертем. Бар. Бірақ жай жүр, жарай ма? Жа. Болды, бара бер. Құлыным ау. Аман болшы. Аман болшы. Аман есенсің ба?
Ғалеке. Пап, Ассалаумағалейкум. Алейкумассалам. Мұнда бір гай ұстап қалған еді. Сөйлесе аласыз ба? Гай дейм. Қазір бір минут. Алло. Ғалеке. Қапына өшпейтін кезде өшіп. Жол патрульдік полициясы, аға лейтенант Жаныбек. Құжаттар сөзіңде тұра алмайсың ба? Сөзімде тұра алам. Тұрсаң жүрмейсің бе? Жүремін ғой, братан. Жазбай ақ қойшы протоколды. Сен өзің ойлашы. Осылай қатты жүрген кезде біреу соғып кетсең не болады? Ой, брат, Құдай сақтасын ондайды. Құдай сақтансаң сақтайды. Аға, шынымды айтсам, көліктің ішінде балам отыр еді. Мектепке жарысқа бару керек еді. Тренерлер звондап жатыр, міне соткам өшіп айтайын десем. Балаң бар ма? Иә? Жақсы ма балаң болғаны? Әрине жақсы, қызық сұрақ екен. Нешеде балаң? 6-та. 6-та ма? Иә. Менің де балам тірі болғанда биыл 6-ға толар еді. Түсінбедім. Түсінбейтін несі бар. Сен сияқты біреу қатты келе жатып баламды машинамен қағып кеткен. Осыдан 1 жыл бұрын. Көз алдымда ойнақтап жүрген баламнан айырылып қалдым. Бауыр еті балаңнан айырылған қандай қиын, түсінесің бе? Түсінем ғой аға, түсінем. Түсінесің, е? Оны басынан өткен адам ғана түсінеді. Содан аңырап қалдық. Сол менің баламның онда сенің балаңда болуы мүмкін еді ғой. пап, Саған айтып отырмын. Естіп отырсың ба? Иә. Так. Аға, бәрі түгел онда, нормально. Жүре берейші, өтініш. Қазір. Асықпаңыз. Протокол толтырамыз. Толтырғанда... Көліктен түсіңіз. Аға. Жүріңіз. Ағас. Командир. Қоя тұршы, командир. Кеш сөйлесейікші, бауырым. Ағас, осы жерде шеше салайық тірлікті. Нені? Бауырым, бұндай әңгімеңді басқа жерге барып айтасың. Түсіндің ба? Отыр көлікке. Аға. Отыр. Не кетті өз? Так. Аға, айттымын. Бір жола кешірш, енді қатты жүрмеймін. Сен кеше ғана айтып едің ғой маған, қатты жүрмеймін деп. Әлде сұраңыз. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Брат, асықса едім, ренжімесең, жібере салшы. Сен неге осы өмірі асық-асылы жүресің? Түсінбедім. Түсінбейтін несі бар? Үнемі асқасында жүресің? Біз таныспедік. Танымадың ба мені? Таныдым, брат. Өзіміз екенсің ғой, жүре берейін. Білесің ба? Осы аптада мен сені 3-ші рет ұстап тұрмын. Түсініп тұрмын, ренжімеңіз, жүре берейінші. Жүре бермейсіз. Құжаттарыңызды беріңіз, тіркейміз. Құжат болғанда полковник Мамыровтың інісімін ғой. Қайтейін інісі болсаң? Бізде полковниктің інісіне деген заң жоқ. Заң ортақ бәрімізге. Жоқ, брат, білесің ғой, бірақ звонок тема шешілетін. Ұялмайсың ба? Қайта звондауға көкеңе? Енді звонок қызбай ақ қойсай. Көп сөзді қойыңыз, құжаттарды әкеліңіз. Жарайды.